Ассалаумағалейкум достар, Казио каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Айдархан. Бүгін бізде қонақта Алишер. Бүгінгі біздің тема FBS пен FBO. Мына кісі FBO-да торговля жасайды, мен FBS жасаймын. FBO-да тоже жасаймын, бірақ бұл кісі сторонник FBO, мен чисто FBS пен екеуінің плюстары мен минустарын қазір салыстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. I'm in my bag, bag, bitch. I just made a bag, FBS-тен бастайын. FBS-дің преимуществолары. Оның плюстар жағынан мен өзім айтып өтейін. FBS-та сіздер 0 суммамен кіре аласыздар. То есть сіздерге ешқандай керек емес. Первоначально 500 мың немесе 1 миллион теңгелік сияқты мысалы да. До конца с ноги кірудің қажеті жоқ. То есть сіздер 0-мен кіре аласыздар. Бұған кез келген адам қалаған бюджетте кіре алады. То есть хоть 50 мың теңге, хоть 100 мың теңге, хоть 1 миллион теңге, хоть 10 миллион теңгемен FBS-та кіре алады қалаған суммамен. Екінші менің преимуществом ол FBS-та тест товары жасауға болады. То есть товарды, кез келген товарды тест жасауға болады. То есть ол өте ма, ол спроста бар ма, немесе спроста жоқ па, ол товарды қалай қолданады деген секілді. И үшінші менің FBS-тағы преимуществом, то есть сертификация жағында. То есть мен ешқандай товарға сертификация алмаймын. Өйткені мен по факту оны FBS-та сатамын. То есть өзімнің складында сатамын. Если сертификат сұрап қалған жағдайда, ол жағдайда FBS жағынан сертификация вообще сұрамайды. Ондай жағдай әлі болмаған, мен уже қанша болды, 6 айда торговляда ешқандай сертификация туралы, даже сертификациядан бөлек бізде отказное письмо даже ол туралы сұрамаған и сұрамайды деп ойлаймын. Ал FBO-ға товар жүрген кезде ол уже другой әңгіме. FBO-да сұрамайды. Ол басқа әңгіме. В общем, мен қорықпаймын, өткен товар менде жоқ. По факту, енді бар ол товар менде, бірақ менде ол товар жоқ деген секілді ғой. То есть ол жерде продажаны тоже жасауға болады. Күніне там. И үшінші ма? Преимущество. 3 пен 4 қой үшін. 3 пен 4-тің преимуществосы ол қалаған бағада сата аласың. То есть мен 500 теңгелік товарды алып 2000-3000 теңгеден смело сата беремін. То есть ол жақтан вообще проблема жоқ. И енді бесінші менің преимуществом ол бір нәрсе айтайын деп тұрайын, ұмытып қалдым бар ғой. Қазір бесінші преимущество қандай еді? Ойыма келді де шығып кетсе бола ма, короче? Продажа бағаның бесінші преимущество ол комиссия жағынан. То есть комиссия бұл жерде өте аз. То есть бұл жерде максимум комиссия 5% болады. То есть ол от время уақыттың сіздің апарған уақытыңызға байланысты қанша уақытта сіз оформить етесіз. То есть енді өзінің бағанағы уақытында үлгере алмай қалсаңыз, соответственно, ол кішкене штраф жағы бар. Ол жағы енді ол ондай үлкен штраф емес, там 20 мың 30 мың теңге деген секілді емес, тек қана дәл сол сумманың 30% сізге штраф болып келеді. То есть за отмену заказа, кешіккен заказ болса, сондай штрафта келеді. Осындай 5 преимуществодан мен айтып өттім. Енді FBO-ның преимуществосы. FBS-пен выгодно, брат. Куда выгоднее? Достар, қазір мен сіздерге FBO жайлы айтып берем. Сол кезде сендердің Айдархан айтқан преимуществолары сіздерге ондай бір ауа сияқты, бір піл сияқты болып қалады. Сол үшін мен айтайын. Ең бірінші преимуществолардың бірі FBO-ға жарайды, мүмкін ақша керек. 500 мың теңге дейді. Ол жерге ақшамен кіру керек дегенмен, ол жерде сіздерде проблема болмайды FBS-тікіндей. Ол қандай проблема? Ол сіздерде доставка, ең бірінші преимущество ол доставка. FBO-да 2-3 күнде доставка клиентке жетеді. FBS-те өзің білесің. За козырь взял, да, сразу, да? Сразу кота заица. Сразу бүйтіп козырьдан алдым. Ол 2-3 күнде сіздерге заказ жібереді, то есть неге FBO-ға сал жеріңіздер, и то есть 2-3 күнде заказ жетеді. Екінші момент, Айдархан мырза, FBO арқылы үлкен обороттарға шықса болады. Мысалға, сіздер физически егерде FBS пен жұмыс істеген жағдайда
100-200 заказға жету мүмкінсіздер, бірақ одан кейін сіздерге уже ол қиынға соғып кетеді. Мысалы, егер де сіз өзіңіз жасайтын болсаңыз. А FBO-да сіз товарыңызды жіберіп қойып, өзі удаленно сатыла бере алады. Сол жағынан өте ыңғайлы. Үшінші момент, қандай үшінші момент? Әлсе сен ғой футбол айтатын. В общем, FBO деген ол мықты нәрсе. Сейчас. Минустарын айтпай ақ қойын пока, айтып ал плюстарын айтып ал. Достар, в общем, ұзын сөздің қысқасы, әр 1, 2, 3, 4 деп отырған смыслы қандай? Үлкен селлерлардың барлығы FBO мен жұмыс істейді, и үлкен обороттарға шам десеңіз, ол FBO. Осымен мен тамамдаймын. Өшім аяқтайды. Енді бізде Әлішер өзінің плюстарын айтып шықты FBO-ға, мен өзімнің EBS-тағы плюстарын айтып шықтым. То есть, енді біз бір-біріміздің минустарымыз айтамыз. То есть, мен FBO-ның минустарын айтам қазір. Ол маған EBS-дің минустарын айтады. Енді бірінші FBO-ның минусы ол товарға үлкен суммамен кіру қажет. То есть, EBS-тағда емес, ол үлкен суммамен кіреді. То есть, минимум дегенде ол жерде жақсы істеу үшін сіз 500 мыңмен кіру керексіз. То есть, соответственно, үлкен ақшамен кіресіз, ол жерде үлкен рисктер болады. Енді бұл бірінші минус. Екінші минус, ол жерде сертификация сұрап қалған жағдайда сіздің товарларыңыз сол жерде возврат вообще қайта ала алмай қалуыңыз мүмкін өзіңізге. Өйткені сіз сертификация жасалмаған, бағанағы неден пробадан өтпеген товарды сатып жатырсыз. Ол былай айтқанда кішігірім незаконно, дұрыс па? Енді дұрыс қой енді. Үшінші бір минусы, то есть ойлаңыз, екінші минуста сіздің товарларыңыз 500 мыңға сағанса жоқ болып кетуі мүмкін ғой. То есть ол товарды алып қою мүмкін да. Осы мифтарын развеять етіп берсем болады, негізі осы жерде бұл тема FBS пен FBO-ны осы жерден шешіп тастаймыз қазір. Вот. Осы видеода. Енді FBO-ның тағы да бір минусы, ол жерде үлкен комиссия. То есть 12%-тен бастады, 20%-ке дейін. 15, е? 15-17%-ке дейін барады, қателеспесем. 15 окончательно. 15 окончательно ма? Жарайды, 12-15% комиссия ұстайды. То есть 12-15% комиссия ұсталады, ол өте үлкен былай айтқанда комиссия негізі санаған кезде. То есть төртінші минусы FBO-ның тағы қандай минустар бар еді? То есть үлкен ақшамен келесің, сертификация оқуға мүмкін. Төртінші минусы, ол товар ол жерде өтпей қалуы мүмкін. То есть оны ешкім исключать еткен жоқ әлі. То есть товар, сіз жерген 1000-2000 товар тупо өтпей қалуы мүмкін. Если сіз ода біз сияқты профессионал болмасаңыз, короче десе. В общем, солай. Товар просто өтпей қалуы мүмкін. Өткені ол реально менің басынан өткен нәрсе, мен жасырмаймын, менде ондай нәрсе болды. Енді оның бәрін Аллаға шүкір біз дұрыстап, қазір барлығы Аллаға шүкір жақсы жүріп жатыр. То есть мен бірінші товар жүрген кезде басында товарларым просто банальный ошибкалардың кесірінен мен товарлардың ол жерде қатып қалды. Ол значит минус емес қой. Енді брат, ол жерге ол FBS минус емес, ол сенің қателігің ғой. FBO-ның дейсің. FBO-ның, сен неге ол FBO-ның минус емес? Қара, мен если мен ол жерде ошибканы дұрыстай алмаған кезде, ол товар ол жерде қалып қояды. То есть бүкіл адам мен сияқты емес қой. Понял, да? То есть енді келесі минусы, в общем, жай 4 минусын айттым. Енді сіз менің FBS-ің минусын. Қазір мен Айдархан мырзаның қалай? Айта берсең. Айдарханның минустарын айтам. Айдархан болғанда FBS. FBS-ні. FBS-ның көп айтатын осы селлерлардың, даже учениктердің проблемасы, ол продажа жасаған кезде товарлар жоғалып кетеді. Ол үлкен минус. Мысалы, адамдар продажа жасайды, бірақ кейбір товарлардың қайда жоқ болып кеткенін адамдар білмей қалады даже. Допустим, күніне там сен вроде бы 30, 40, 50, может 100 заказ істейсің, бірақ сен по факту ол кетіп жатыр ма, клиентке жетіп жатыр ма, не болып жатқанын білмейсің да. FBO-да сен четко білесің, товар кетті, 2-3 күннен кейін жетті, осы товардың ақшасы түсті деген сияқты. Осы жағынан сен четко білесің. Еще FBS-ның ең үлкен минустардың бірі ол ақша түсу жағы. То есть FBO-да мысалы товарды жіберіп тастап 2-3 күнде ақша түсіп жатса, FBS-те минимум 7 күннен бастап, білмеймін қанша күнге дейін. Минимум 14 күн. Да,
даже өзі против. Енді бұл енді сабырлы адамдарға арналған системаға деп ше. Сондай бір нюанс бар. Нюанс болғанда бұл кәдімгідей минус. То есть сіздер ақшаңызды құятын болсаңыз товарға, условно бүгін сіз 10 заказды жібердіңіз, ол 10 заказдың ақшасы ол по-разному түседі. Бір заказдікі там 7 күннен кейін, біреу 14 күн, біреу 1 ай болып кетуі мүмкін. Может, кейбір заказдарыңыз анау российский складтарды кататься етіп жүру мүмкін да. Сондай минустар бар. Келесі минус. FBS-те сіз четкий бір алгоритммен кіре алмайсыз. Получается, то есть FBO-ға кіретін кезде четкий алгоритм бар. То есть сен осы товарды аналитика жасайсың, товарды аналитика жасайсың, дизайн жақсы істейсің, описание, характеристика барлығын жақсы істеген кезде сенде продажа болады деген ол 90%. То, что ол продажа болатын. Шли 90% емес, ше? 90%. Бай? Yeah. Потом То есть 90% это зависит от дизайна, что ли? Нет, аналитика, SEO ключевые слова, описание, наименование и характеристика. То есть ключевые слова. барлық моменттер в сумме это все влияет. А на FBS не влияет, что ли? FBS жоқ айтылмай. FBS просто товарларды сала бересің, сол кезде сенде біреу атып кетуі мүмкін, а так прям бір конкретный не жоқ ол жақта. Тем более аналитика ол FBS-ке вообще келмейді, өзің білесің ғой. Вот. Тағы қандай минустар бар? Қандай минустар бар? Айтайын ба, өзің деп шыққан. Қазір FBS-те мынандай проблема болды, то что сіз әр заказды өзіңіз упаковать етесіз да. Ол каждый раз басында біз қызық болатын да, әр заказды упаковать ету. Сосын ол цикличность деген бар, каждый раз қайталана береді, ол сізге уже қызық емес болып кетеді. А былай егер де сіз товарыңызды FBO-ға жіберіп қойып, өзіңіз там Дубайға кетіп қалсаңыз болады да, мысалы товарыңыз сатыла бере береді да. Тема. Просто бүйтіп. Система осыған қарама қарсы бізде fulfillment деген нәрсе бар. То есть мен қазір қаншама товар күніне жіберіп жатырмын да. Мен қазір FBS-пен істемесем де. Жоқ, ода емес әңгіме. Жоқ, түсінің ғой, fulfillmentпен қазір ол, басында сол жағдай бізде fulfillment жағынан қиын болды ғой, потому что fulfillment дамымаған еді. И біз шынымен ақ осындай проблема болды. Біз үлгермедік, біз күніне 100 заказ, 2 күнде 100 заказ, 140 заказ түсіп отырды да, мысалы. И біз физически каждый раз істей беріп, қазір бізде басында энергия болды көп, давай деп тапить етіп істедік. И қазір енді ол уже уақыт өте келе ол деген уже выгорание бола бастайды. То есть уже сендерге ол надоедет ете бастайды. То есть уақыт өте келе сіздер оны автоматизировать етпесеңіздер, ол сіздерде олай сіздер миллионер бола алмайсыздар. То есть бір адам, мынандай нәрсе бар, бір адам жалғыз өзі никак невозможно миллиардер болуға дейді. То есть это команда болу керек, автоматизация болу керек, система болу керек, ол сіз никак бола алмайды. То есть дәл осы система FBS-та сіз енгізбесеңіз, то есть fulfillmentпен жұмыс істемесеңіз, ол бізде Cashful деп, короче. Жоқ, Cashful ол бізге қандай преимущество алып келеді, то есть ол жерде өте арзан баға, то есть 250 теңге за упаковку, прикинь, брат, прикинь. Мысалы біз қиналдық да, қаншама товарларды апарып. 250 теңге, ол товарыңызды сатып алады, упаковка жасап береді, еще складқа апарып түседі. Сіз жай ғана просто неге, мен негізі по сути қатысым жоқ қой fulfillmentқа. Мен просто өзін ойын айтып отыр просто. Көптеген учениктер бар, айналысқысы келеді осы Wildberries-пен, бірақ олар Алматыда емес та, и олар көбісінде барьер, товарды қалай аламын, қалай упаковать етемін, fulfillment. На весь ответ fulfillment. Да, на ответ. Жайты, осымен бізде бана мен минустарын айтты, мен FBO-ның минустарын айттым. Ортақ шешімге керек, енді нейтральный. Қайсы сонымен дұрыс? Енді? Дұрыс дегенде мен ойымша бұл жерде бір определенный дұрыс деген әңгіме жоқ. Бұл бірінші FBS-мен жұмыс істеп, бірінші оборотқа шығып, жұмыс істеп. FBS-тан дейсің ба не? Десің, короче. Ода емес әңгіме. Жоқ, мен доказать айтып болған жоқпын. Бірінші FBS-мен жұмыс істейсіздер, потом FBO-ға өтесіздер. Ол андай эволюция дейді ғой. Маркетплейстің эволюциясы. Ол Амазонда да бар, Озонда да бар, барлығында сондай бар да. Ол сондайға жету керек. Бірінші сіздерде үлкен ақша болмаса,
бірінші FBS пен оборотқа шығып ақша жинап FBO-ға көшсеңіздер болады. И FBO-да уже үлкен масштабный полноценный бизнес жүргізсеңіздер болады. То есть начинайте с маленького дейді ғой, басында бүкіл нәрсені кез келген. Енді бұл жерде мен ойымша, если нейтрально қарайтын болсақ, енді ортақ шешімге келетін болсақ, FBO, FBS екеуі уже адамға байланысты. То есть FBO мен өзінің плюстары бар, ол жерде үлкен риск бар, соответственно, ол жерде үлкен ақша бар. То есть өздеріңіз таңдайсыздар. Сіз сол рискқа дайынсыз ба? 1 миллион, 5 миллион теңге салуға бірдестен. Хотя сіздер оған дайын болу керексіздер, товар просто жоқ болып кету мүмкіндігі де бар, там сертификация болып сұрап қалу мүмкіндігі де бар. Может, оны тоже қарастыруға болады негізді. Но үлкен риск бар, сатылмай қалу деген сияқты. Бірақ сіз соны қабылдай біле, одан үлкен пайда алуыңыз мүмкіндігі бар да. Всегда сондай қанша үлкен рискті қабылдайтын болсақ, сонша үлкен сіз ақша таба аласыз. Мысалы, FBS-та енді қараңыз, сіз онда үлкен риск алмайсыз, и сіз FBS-пен никак FBO сияқты ақша таба алмайсыз мысалға. То есть FBS-пен сіз жалғыз өзіңіз жүріп 1 миллионға шығуыңыз мүмкін, 2 миллионға шығуыңыз мүмкін, 3 миллионға шығуыңыз мүмкін да? Жарайды 5 миллионға шығуыңыз мүмкін. Даже кейбіреулер бар 5-6 миллионға да шығып жүргендер бар. FBS-пен. Ал FBO-мен сіз 100 миллионға шығасыз. Смело. Адамдар мысалға сіз уже спокойно товарыңызды брендировать етіп, немесе уже полноценный бизнес компания құра аласыз да, уже товарларыңызды спокойно сол маркетплейстерге шығарып, не только Wildberries, ол Amazon'да бар, Озон'да бар, Каспийда бар. Маркетплейстер ол бір Wildberries-пен ғана шектеліп қалмайды ғой. Тем более сен бағана риск деп жатқан, мен ойымша бұл любой нәрседе бизнес деген өзі риск қой, ол бір қалыпты болмайды ол. Качели ғой, былайша айтқанда. Сол менің ойымша сол да, қанша адам үлкен рискке қолын созады, сонша көп ақша оның артында жатыр да, значит. Бағана киім жағы, мысалы, киім жақсы өтеді дейді, прокладка памперс деген тема бар ғой. Прокладка памперстер жақсы өтеді да, мысалы, саласын сразу өтіп кетеді. Но оның арғы беті бар ғой. Арғы беті ол сізден оған жесткий бағана гигиенический зат болғаннан кейін оған любой момент сертификация сразу сұрақ қалған жағдайда сізге ИП-іңіз тіркейсіз, ИП-іңізге штраф келуі мүмкін. Ал оны басқа оқытатын адамдар оны айтпайды да, мысалға оларға быстрый результат көрсету керек, просто адамдарға эндорфин беру керек, бағанағы заказ алу арқылы ше. То есть оларға лишь бы продать свой курс. То есть сол кезде сатқан кезде ол кісілер бірінші карточкасын бағанағы прокладки, памперс деп салғы жүреді да, ал оларға сразу заказ болады. Өйткені олар бағана гигиенический спроста жүрген заттар. То есть олар үлкен рисковый заттар негізі келген кезде. Киім мәселесі де сондай. То есть киім адам денесімен прямой гигиенический заттар, то есть трусы, бағана ішкі киімдер тоже самое. Олар өте үлкен гигиенический заттар. То есть ол ішкі денемен қатынас жасаған кезде адамға аллергия шығуы мүмкін. То есть сертификация өтпегеннен кейін аллергия шығуы мүмкін, немесе там басқа да нәрсе жаралар шығып кетуі мүмкін. То есть сондай последствияның арқасынан ол кісі жалобы жасайды, жалобы жасағаннан кейін Wildberries сізден сертификация сұрайды. Сертификация болмаған жағдайда, ол сертификация болмайды сізде. Сосын болмаған жағдайда сізге үлкен деген штраф келеді, 300 000 рубль, қателеспесем. Сені тоқтатпасаң өшіп кете береді. Сөйлей беремін. Темадан ауып кеткенсің. Ну, в общем, вот, короче, сол ғой, вообще просто анау адамдарға көмектесу ғой, чтобы они знали вот это все. И вот, қорытындылай кетіңіз. Сіз Қорытындылай келе айтатын болсақ, достар, FBS-пен де FBO-мен жұмыс істеңіздер. Бірінші FBS, потом FBO, үлкен масштабта ол FBO. Как ни крути, сен қалай айландырсаң да FBS-тің де өзінің плюсы бар, FBO-ның да өзінің плюсы бар. Бағана айтып кеткен Айдарханның риск деген бар. Ол любой бизнес бастайтын болсаңыздар, любой нәрседе риск бар. Ол бірақ риск болғанмен де, ол рисктарды сіз только минимизировать ете аласыз, но полностью избежать всех рисков вы никак не сможете. Сол үшін мен ойымша FBS досым, бүгін бір мәмілеге келдік. Все. То есть ортақ шешіміміз біздің өзіңіз, қолыңыз өзіңізде. То есть бірінші негізі любой кәсіпте кішкентай бастаған дұрыс болады. Енді біздің Алишер мырзамен бірінші выпускымыз бұл. Иншалла алдыда тағы да болады деген үміттеміз. Қызық болған жіберді. Енді сізде мен YouTube каналыңызға шақыратын шығарсыз қонаққа. Обязательно. Болды онда, без проблем. Жалпы бұл видеоның мақсаты сіздерге осы FBS пен FBO жайлы түсіндіріп кету болды. Айдархан өзін FBS жайлы, мен FBO жайлы. Себебі бұл өте много спрашиваем. Өте
сұрақтылы сұрақ не в общем өте түсініктер бар сұрақтылы сұрақты, сол үшін бізге осы теманы актуальный өте сұрақ актуальный сұрақ, иә. Барлығы, даже барлығы осы сұрақты қояды да. Бірінші сіз Wildberries білген кезде, екінші сол FBS пен FBO-ны білесіз. Сол үшін тағы бір жаңалық айтып өтейік бағанағы. То есть бізде өзіміздің арамызда бағанағы көтеріліп жатқан енді Wildberries-қа кіргізіп келіп жатқан адамдарға біз оқыту жүргіземіз, FBS-қа да, FBO-ға да жүргіземіз. Бағасы барлығына тиімді, біз 500 мың, 600 мың, 400 мың деп көтермейміз. Біздің бағамыз барлығына қол жетімді болғаннан кейін и біліміміз максимально качественно, біз өзіміз на практика жұмыс жасаймыз. Көмек қолын сіздер осы жолы толық ақпарат алғыларыңыз келсе, описаниеда бізде WhatsApp номер болады, Instagram болады, Instagram парақшаға жазылып, бұл кісінде Instagram тасаймыз, менікі де тұрады. Осы жерде сіздер біздің бағанағы историста жаңа актуальный жаңалықтармен біліп отырасыз Wildberries туралы, біздің қалай жұмыс істеп жатқанымыз. Иншалла енді алда футболға табар жетеміз. Сол кезде вообще болады. Так что давайте көріскенше. бәріңе сәлем достар. Саламат. Салам. Сәлем достар. В общем, давайте. Все.